Достар, Скавронның логотипі өзгерген байқаған шығарсыздар. Жаңа логоның авторы Нұрдәулет есімді бауырымыз. Оның да YouTube арнасы бар екен, сілтемесі төменде жазылыңыз. Қызықты видеолардан құр қалмаңыз. Ғарыш ол үлкен кеңістік. Тіпті күн жүйесі ғарыштағы бір шаңның тозаңы сияқты. Осы ғарыштағы молекула мөлшері вакууммен бірдей, бірақ ғарышты вакуум деп айта алмаймыз. Ал енді егер ғарышта молекула мөлшері өте аз болса, онда ғарышта дыбыс тасымалданбайды деген сөз. Тіпті жұлдыздар жарылған кезде де ол жарылыс тыныштықта өтеді. Ал біздің жерде ауа болғандықтан біз дыбыс ести аламыз. Сонымен ғарыштағы дыбыстарды біз қайдан және қалай естиміз? Ең бірінші тоқталатын нәрсе, ол кез келген ғарыштағы объект гамма немесе ультра сәулелер шығарады. Ол сәулелердің өз жиіліктері болады. Егер осы жиілікті дыбыс жиілігімен ауыстырғанда, біз кәдімгі ғарыштағы дыбысты аламыз. Сонымен, бүгін Скаврон каналы сіздерге ғарыштағы объекттердің дыбысын тыңдататын болады. Өздеріңізге белгілі Сатурнның үлкен дискісі бар. Ал ол диск түрлі ұшып жүрген астероид немесе ғарыш объектілерінен құралған. Бір орбита бойымен Сатурнды айналып ұшып жүреді. Ал енді осы дискінің дыбысын естейік. Ал мына бір дыбыс күннен келетін ультра сәулелер жиілігін дыбыс жиілігіне ауыстырғаннан алынған дыбыс. Естіп көрейік. жылы NASA қызметкерлері Сатурн бетінен дыбысты белгілеп алды. NASA қызметкерлері бұны Сатурн орбитасының толқынының дыбысы деп есептейді. Сонымен тыңдап көрелік. Бұл дыбыстардың барлығы радиотелескоптармен және ғарыштағы станциялармен белгіленіп алған болатын. Бұлардың барлығы сізге түсінікті болар, бірақ кейбір сигналдар тіпті NASA немесе Роскосмос қызметкерлері түсіндіріп бере алмайды. Солардың бірі вау сигналы. Вау сигналы 1977 жылы 15 тамызда астроном Джерри Эйманмен белгіленіп алынған. Өзге саналы тіршілікті іздеу проектында жұмыс істеген ол мергендер жұлдызынан келген сигналға тап болады. Компьютерге түсіріп алғаннан кейін оны зерттеу үстінде таң қалып, парақ бетіне өзінің таңғалысын, яғни вау деп жазады. Осыдан кейін осы сигнал вау деп аталып кеткен. Осы сигнал 77 секунд бойы ойнаған, бірақ дәл осы сигналды ешкім түсіндіре алмаған. Ол былай естіледі. Сонымен видеомыздың аса лайк басып тіркеліп кетіңіз. Достар, Скавронның ВК парақшасына жазыла кетіңіз. Себебі мұнда түрлі ғарыш бағытындағы жаңалықтар көре аласыз. Сілтемесін комментарийге қалдырып кетемін.